Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа арнасы. Бүгін мен сіздерге өз анасын өлтіруге тырысқан 9 жасар бала туралы өте әсерлі фильмді айтып беретін боламын. Ал видео басталмас бұрын сіздерден бізді қолдау ретінде каналға тіркеліп лайк басып қоюларыңызды сұраймыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Фильмнің басында Луи Дракс есімді бала өзінің 9 жасына дейін басынан өткен оқиғаларды айтып беріп жатады. Оның қиындықтары ол туылмай жатып басталады. Оны анасының қарынынан операциялық жолмен алуға тура келеді. Және де сәби кезінде оның үстіне люстра түсіп кетіп, бүкіл қабырғасы қирап қалады. Осылайша ол тоққа да түседі, тамақтан да уланады және де көптеген қауіпті аурулармен ауырады. Бірақ оның 9-шы туылған күнінде Луидің басына өміріндегі ең ауыр жағдай орын алады. Оқиға орнына құтқарушылар мен полиция қызметкерлері жетіп келеді. 9 жасар бала үлкен жардан құлап кеткен және де ес-түссіз жатыр. Оны анасымен бірге тікұшақпен тез арада ауруханаға жеткізеді. Ауруханадағылар оның өлімін хабарлайды, бірақ моргқа келгенде бала қайтадан тіріліп кетеді. Бұл жағдайға барлығы аң-таң болады және де мұндай ерекше жағдай үшін өте тәжірибелі дәрігер Алан Паскальды шақырады. Дәрігерлер жағдайдың әлі де ауыр екенін айтады, өйткені бала әлі де ес-түссіз комада жатыр еді. Алан баланың анасы Наталимен сөйлеседі. Ол анасына баласының өте ғажайып жағдайды бастан өткізгенін айтады. Ал Натали болса оған "Сендер менің баламды білмейсіңдер, ол нағыз періште" деп жауап береді. Комада жатқан Луи өзінің оқиғасын жалғастырады. Луи кішкентай кезінен жүрген жерінен шөп шықпайтынын айтады. Анасы оны психиатрға жаздырады. Тіпті ол жерде де ол анасын ұятқа қалдырады. Бірақ Луиға дәрігермен бірге уақыт өткізген қатты ұнайтын еді, ал дәрігер үшін бұл өте ерекше жағдай болатын. Өйткені Луи өте ерекше бала болатын. Ол үлкендер сияқты ойлайтын еді және де барлық нәрсені жасырмай адамның бетіне айтып тастайтын. Қазіргі уақытқа оралсақ, Луиді арнайы палатаға көшіреді. Онымен оның дәрігері Алан Паскаль әңгімелесіп отырады. Алан оның барлық нәрсені естіп жататынына өте қатты сенімді еді. Дәрігермен келесі кездесуде Луи сынық қолмен келеді. Дәрігер одан не болғанын сұрағанда, Луи әзілдеп өте семіз бір адамға көр қазғанын айтады. Қазіргі уақытқа оралатын болсақ, полиция Луидің әкесіне іздеу жариялайды және де олар оның өз баласын үлкен жардан итеріп қашып кетті деп ойлайды. Полицейскийлер Луидің осы уақытқа дейін басынан өткен жағдайларды жай ғана өзіне назар аударуға тырысқан кішкентай баланың тірлігі деп айтады. Ал дәрігер болса оларға Луидің жағдайы өте ауыр екенін және де көзін ашуға ешқандай мүмкіндік жоқ екенін айтады. Бірақ Паскаль Луидің есін жиятынына сенетін дәрігерлердің бірі еді және де ол мұның барлығын Луидің анасына айтып беріп, оның да баласының есін жиятынына сенуін сұрайды. Луи шынында да әлі тірі еді және де ол комада жатып өзінің оқиғасын қандай да бір су монстрына айтып беріп жатады. Бір күні Луи мен әкесі дельфинарияға барады және де олар ол жерде бір әйелді кездестіріп қалады. Оның қасында баласы және күйеуі болады. Луидің әкесі оны көргеніне қатты қуанышты емес еді. Қонақ үйде әкесі Луиға ол әйелдің оның бұрынғы әйелі екенін және де оны көргендерін анасына айтпауын сұрайды. Бірақ ешқандай жаман ойы болмаған Луи үйге келе салып анасына барлық жағдайды айтып береді. Онан кейін анасының көңіл күйі түсіп кетіп, ата-анасы ұрысып қалады. Луи барлық жағдайды өзінің дәрігеріне айтып береді және де ол Питердің өзінің туған әкесі емес екенін білетінін де айтады. Луи әкесінің қасына келеді. Оның әкесі бұрын бокспен айналысқан екен және де Наталиге бұл ұнамағаны үшін боксты тастап кеткен екен. Әкесі оған айтып берген үшін ешқандай ашуланбайды және баласын құшақтайды. Серуендеп жүрген кезде дәрігер Луидің анасынан болған жағдайды айтып беруін сұрайды. Натали олардың ұзақ уақыттан соң кездесіп пикникке шыққандарын айтады. Сол кезде әкесі баласының психиатрға баруды тоқтатқанын біліп қалып өте қатты ашуланады. Мұны көрген Луи қатты қорқып кетеді және әрі қарай қашып кетеді. Оның ізінен барған әкесі баласын тоқтатамын деп оны абайсызда жардан құлатып жібереді. Мұның барлығын естіген дәрігер оған оның бұдан да жақсы адамға лайық екенін айтып оны жұбатып жатады. Бір сәтте Луи оянып кетеді және оларға қарап тұрады. Мұны көрген дәрігер оның қасына тез арада жүгіріп келеді. Есін жиған Луи дәрігердің құлағына "менің әкем" деп екі ғана сөз айтып, қайтадан есінен танып қалады. Луи бір күні түнде әкесінің оның қасына келіп кетуі керек екенін, анасы екеуінің біразда уақыт бір-бірінен алыста болуы керек екенін айтқанын есіне түсіреді. Доктор Паскаль Луидің сүйікті кітабын оқып беріп отырады. Бір кезде ол біртүрлі дыбысты естиді. Ол коридорға шығып бір із
іздің ізінен жүреді. Ол есікті ашып қарағанда жерде қорқынышты құбыжықты көріп қорқып кетеді. Осы сәтте ол өз ұйқысынан оянады. Түнде Натали дәрігерге хабарласып, оны өз үйіне шақырады және оған біртүрлі қатты көрсетеді. Ол жерде Луидің оған дәрігердің де барлық адамдар сияқты жаман екенін жазылған екен. Олар бұл туралы полицияға хабар береді. Полиция болса оларға қашып кеткен әкесінің оларды осы жолмен қорқытуға тырысып жатқанын айтады. Доктор Паскаль Луидің психиатрына келеді және де психиатр оған Луидің жазған хаттарын көрсетеді. Психиатр оған мұның барлығы Луидің сөздері екенін және де мұны тек оған жақын адамның жаза алатынын айтады. Комада жатқан Луи әкесінің ұзақ уақыттан кейін үйге қайтып келген сәтін есіне түсіреді. Ол өте қатты қуанышты еді, бірақ Наталиге бұл қатты ұнамайды. Осылайша олар пикникке шығады. Жолда Питер өзінің баласын демалысқа үйге әкетуді сұрайды, бірақ Натали бұған қарсы болады. Ауруханаға Паскальдың әйелі келеді және де ол өзіне күйеуінің көзіне шөп салып жүргендігі туралы біртүрлі хат келгендігін айтады. Полицейскийлер Луидің мұндай хат жаза алуы мүмкін бе деп сұрайды. Паскаль бұған мұндай жағдай мүмкін емес деп жауап береді. Полицейскийлер дәрігерге Питер Дракстың Луидің шын әкесі емес екенін, ал анасы оны кішкентай кезінде жетімдер үйіне тапсырғысы келгендігі туралы айтады. Осыдан кейін Алан Наталиға келіп Луидің биологиялық әкесі туралы сұрайды. Натали бұл жағдайдың барлығы оның еркінен тыс болғанын, бірақ Луиді өмірге әкелгеніне ешқандай өкінбейтінін айтады. Алан мұның барлығын естіген соң оны жұбатады және де басқа жолмен оған қолдау білдіреді. Натали өзінің баласына оның әкесімен қалай танысқандығы туралы айтып береді. Бір күні түнде Луи өте қатты ауырады және де Натали көмек үшін Питерге хабарласады. Питер оның қасында түнімен бірге болып оған қолдау білдіреді және де осы жағдайдан кейін ол өзінің әйелінен ажырасып Наталиге үйленеді. Түсінде Луи монстрдан анасының мұның барлығын оған неге айтып жатқанын сұрайды. Монстр оған жай ғана оны тыңдама деп жауап береді және де баланы өзінің ізінен еруге шақырады. Ауруханаға Луидің әжесі Питердің анасы келеді. Ол бірден Наталиді айыптай бастайды. Осыдан кейін ол дәрігерге баласының өте қатты Луиді жақсы көргендігін және де оған ешқашан зиян келтірмейтінін айтады. Осы сәтте олардың әңгімесін полиция қызметкері бөледі. Ол дәрігерге бөлмеден шығуын айтады және де ол Питердің анасына өте қаралы жағдайды хабарлайды. Луи мен монстр әргі жардың басына келеді. Монстр одан онымен бірге тағы бір рет секіруін сұрайды. Ал Паскаль болса Луиға өзінің әкесінің мәйіті табылғандығын айтып қайғырып көңіл білдіреді. Ал Луидің түсінде монстр оны бір үңгірге алып келеді және де ол балаға бір ертегі айтып береді. Осыдан кейін Луи оның өзінің әкесі екенін түсінеді және де әкесіне өлмеші деп жалынады. Зерттеулер барысында Питер Дракстың Луи құлаған жардан құлап 2 апта бойы оның мәйіті белгісіз бір үңгірде қалғаны анықталады. Медбике дәрігерге оның түсінде жүргенін және біртүрлі жазу қалдырғандығы туралы айтады. Мұны көрген Паскаль бірден полицейскийлерге хабарлайды. Ол полицейскийлерге Луидің адамдардың түсіне кіріп оларды басқара алатындығы туралы айтады, бірақ полицейскийлер мұған сенбейді және де оған сен ұйықтап жатқан кезде жай ғана кезіп жүргенсің дейді. Болған жағдайдың барлығын Паскаль Луидің дәрігеріне айтып береді. Дәрігер оған гипноз арқылы Луимен байланысқа шығуды ұсынады. Олар дәрігерді гипноз арқылы ұйқыға жібереді. Осылайша Луимен байланысқа шығады. Луи шын мәнінде болған жағдайларды айтып береді. Олар пикникке келген кезде барлығы жақсы болатын. Бір кезде анасы баласына бір кәмпит бермекші болады. Әкесі де оның дәмін көргісі келеді, бірақ анасы бергісі келмейді. Осы жағдайдан кейін Питер қатты ұрсып Наталидің қолынан кәмпиттерді тартып алады және де Наталидің баласына зиян келтіргісі келетіндігі туралы айтады. Мұның барлығын қарап отқан Луи қатты қорқып кетеді және жарға қарай қаша жөнеледі. Оның ізінен келген әкесі қатты қорқып кетіп баласын шетке алып қояды және де әйелінен неге өзінің баласына зиян келтіргісі келетіндігі туралы сұрайды. Ашу үстінде болған Натали өзінің күйеуін жоғарыдан итеріп жібереді. Луи әкесінің мұның барлығынан хабарсыз екендігін айтады, бірақ Луи анасының одан не қалайтынын өте жақсы білетін еді. Осыдан кейін Луи арқаға қарай қадам жасап жардың төбесінен секіріп кетіп өледі. Осы сәтте Луидің жүрегі тоқтап қалады. Бірақ дәрігер өз уақытында оны құтқарып үлгереді. Арада бірнеше ай өтеді. Луи әлі де комада жатады. Ал доктор Паскаль болса өзінің қателігін түсінеді. Ол Луидің анасын әдемі болғандықтан жақсы деп ойлайды, бірақ ол жақсы емес еді. Алан Наталиді көру үшін ауруханаға келеді. Дәрігер оған Наталидің жағдайын түсіндіреді. Ол осы
осы уақытқа дейін біле тұра өзінің баласына зиян келтірген екен. Өйткені ол зиян келтіру арқылы өзінің баласын жақсы көруге тырысады. Өсе келе мұны түсінген Луи анасының олай жасамауы үшін өзі-өзіне зиян келтіре бастайды. Ол өте ауыр психикалық ауруға шалдыққан екен және де оның аяғы ауыр болып шығады, ал оның баласының әкесі Алан болатын. Луи әлі де комада, ал әжесі оның қасында үнемі қарап отырады. Луиға комада жатқан ұнайтын еді, себебі ол жерде оның әкесі қасында болатын. Бірақ әкесі оған оянып әрі қарай өмірін жалғастыруы керек екенін айтады. Луи жылап тұрып әкесін соңғы рет шығарып салады және де әкесі оған оның үнемі қасында болатынын, көзге көрінбесе де ол үнемі қасында жүретінін айтады. Осыдан кейін Луи көзін ашып өмірін әрі қарай жалғастырады. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм ұнаған болса төмендегі комментарийда оны 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Және де каналда шығатын жаңа қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Ал бүгінге осы, біз сіздермен келесі видеоларда кездескенше қоштасамыз. Сау болыңыздар.